ең көп ол құрылыс саласы. Өйткені кейбір көп жағдайларда құрылыс қалай өтіп жатқанын белгісіз. Біз тек қана залалын көреміз. Соңғы кезде келіп анықтаймыз, немесе аяқталмаған құрылыстар бар. Қазіргі таңда бір қиын тәжірибе бар бізде. Ақша бөлінеді, 80% игеріледі, бірақ объект аяғына дейін салынған жоқ. Біз мемлекеттік мекемеге хат жазамыз, сотқа беріңіздер деп мердігерді, ал сот медиация арқылы қысқартады үлестерді. Медиация жасап, аяғына дейін жеткізе алмаймыз. Бұл қай қалаларда, қай облыстарға тан көп? Шығыс Қазақстан, Абай облысында ең көп кездесетін осындай фактілер. Біз нақты қаншама объектілер бар, миллиард теңге игерілген, бірақ ешқандай жауапкершілік немесе қылмыстық істер жоқ. Өйткені олар себебі жемқорлық. Себебі жемқорлық. Мысалы, сотта осындай шешім шыққанда біз таңғаламыз, кейбір облыстарда 5 минут кешіксең, сені сол тізімге кіргізеді, недобросовестно қатысушылар. Ал мысалы Шығыс Қазақстан облысында 1-2 жыл бойы ішкі аудит мекемелердің нәтижелері, есептері шықты, бірақ ешқандай жауапкершілік жоқ. Сондықтан біз жалпы жемқорлық деңгейімен байланыстырамыз.